Değerli selam dostlar, video басталмай тұрып каналға жазылып кет, жазылсаңыз рахмет, үлкен рахмет. Бүгінгі видеода біз топ 5 армиясы әлсіз ел туралы айтамыз. Олай болса, кеттік. Renderforce.com 5-ші орында Люксембург. Бұл өзі кішкентай ғана ел, Германия мен Францияның ортасында орналасқан. Бұл елде адамдардың бар жоғы 569.676 мың адам тұрады. Соның ішінде 400 адам военный жұмыс атқарады. Армияға салатын бюджеті 369 миллион долларды құрайды. Бұл елде 0 танк, 0 корабль, 17 военный самолет қана бар. Төртінші орында Танго. Тоңық мұхитының оң жағында орналасқан кішкене бір аралда тұрады. Бар жоғы 103 мың адам тұрады. Армияға салатын ақшасының көлемі бар жоғы 4-5 миллиондай. 700 адам военный болып жұмыс атқарады. Бұл елде танк вообще жоқ. Бірақ 3 корабль. Сонымен қатар 2 воздушный самолеттері бар. Үшінші орында Антигуа and Барбуда. Антигуа және Барбуда бұл екі егіз арал Кариб теңізіне орналасқан. Бұл аралдарда 91 мың адам өмір сүреді. Жылына армияға салатын ақшасы 10 миллион доллар. 245 адам военный болып жұмыс жасайды. Бұл аралда 7 корабль, 0 танк, 0 ұшақ бар. Екінші орында Saint Kitts and Nevis. Saint Kitts and Nevis бұл кішкентай ғана арал. Бұл елде 55 мың адам тұрады. Соның ішінде 300 адам военный болып жұмыс атқарады. Бұл ел ақш-пен жақсы араласады. Бұл елге ақш бір корабль подарит еткен. Сонымен оларда бірақ корабль бар. Бұл елдің армиясы кішкентай болған соншалық ақш оларға өздерінің құрамына қосылуды ұсынған. Бірінші орында өздерінің военныйлары жоқ елдер. Қазіргі таңда 22 елде өздерінің әскерлері жоқ. Бірақ та біз оларды списокқа қосқан себебіміз оларда өздерінің қорғаныстары бар. Мысалға алатын болсақ, Исландия. Исландияда әскер жоқ, бірақ ақш-пен келісімге отырған. Және олардың өздерінің полицейскийлері бар. Соған Монаконы алатын болсақ, оларда әскерлері жоқ, бірақ та Франциямен келісімге отырған. Франция олардың қауіпсіздігін сақтайды. Бүгінгі видео аяқталды. Егер ұнаса, лайк басып, подписка жасап кетіңдер. Қош сау болыңдар.